Тоғызбай Тәжбенов деген жігіт болған, қазақ мыста жұмыс істеген жігіт. Сол жігіттің бастауымен қазақ мыстың генеральный директоры Бақтияр деген жігіттің қостауымен басталған шаруа, үлкен ақсақалдардың айтуымен басталған шаруа бұл. 14-ші жылы күзге қарай келдім менің мастерскойыма Тоғызбай. Осылай сол бабаларымыздың ерлігіне біраз ескерткіш қояйықшы деп. Сонда келді. Ертеңіне ойлап, біз енді қазақтың 300-нің басы қосылған жер дегеннен кейін, соған арнап стела ойластырдым. Сосын барып соған жаңағы ескизін істеп жүрдім де, сосын Тоғызбайға көрсетіп ем, оны келісіп, соны қоятын болдық. Күзге қарай барып қойдық, оны қоймас бұрын орын таңдалды. Орынды таңдау үшін жаңағы музейдің қызметкерлері, ақсақалдар, ауылдың бәріміз қосылып, сол орынды қай жерге қоятынымызды экспедиция жасап, үй тастың басына қоятын қылып шешілді. Ол енді үй тастың басына қойылатын себебі енді қорымдар көп қой, жерде ол кезде қайтыс болған аруақтардың қорымдары көп. Қарасүйек деген жерде өте көп. Жаңағы үй таста да бар біраз шейіт болған батырлар. Қалмақ қырылғанда да өте көп. Бірақ енді олардың бәрі сәл-пәл ауылдан алыстау болды да, мынау үй тас ауылға әрі жақын, әрі тарихи жерлердің ортасы деп айтуға болады, бір-біріне жақын жатқан жері. Сонау сақ заманының ескерткіші бар ол жерде. Мұртты обалар бар сол жерде. Оғыз заманның петроглифі бар. Жаңағы Бұланты өзенінің бойында, шыңдарында. Түркі заманының ескерткіші. Әрі мінекей сол 300 жыл бұрын Бұланты шайқасында қатысқан бабаларымыздың қорымы бар. Сондықтан үй тасты таңдалып сол жерге қойылды. 14-ші жылдың қазан айында қойылды. Келесі жылы қазақтың 550 жылдығына қарсы соның ашылу, салтанатты ашылуы болды. 40 Бақтияр деген жігіттің көмегі көп болды. Сол кісі көмектесті бастап кезде. Ең бір басталар кезде. Енді өте көп емес, бірақ шамалап берді. Қанша сумасы? 3 миллион берді ғой, 3 миллион берді. 14-ші жылы. Соған жаңағы стеланы қойдық, сосын біраз тастарды қойдық, жаққа неге апарып қойдық, қалмақ қырылғанға қойдық. 7 жерге тас қойдық қой сол жылы.